Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғұндардың жаулап алушылық жорықтары ежелгі заманнан ерте ғасырларға өтудің бір факторы ретінде. Оқу мақсатымыз халықтардың ұлы қоныс аударуының жағымды және жағымсыз салдарын анықтау. Тарихи деректердің негізінде антикалық дәуірден орта ғасырларға өту заңдылығын тұжырымдау. Бағалау критерийлері халықтардың ұлы қоныс аударуының жағымды және жағымсыз салдарын анықтайды. Антикалық дәуірден орта ғасырларға өту заңдылығын тұжырымдайды. Тірек сөздер: варварлар деп Рим империясының латын тілін білмейтін және Рим мәдениетін бойына сіңірмеген, империяның шекарасынан тыс жерде өмір сүрген тайпалар мен халықтардың атауы. Құл иеленушілік жүйе дегеніміз алғашқы қауымдық құрылыстың орнына келген, адамның адамды қанауына негізделетін, құл иеленуші мен құл болып бөлінетін қоғамдық құрылыс. Ең соңғы құл иеленуші мемлекет ол бізде Рим империясы болған болатын. Халықтардың ұлы қоныс аударуы деп ғұндардың батысқа жылжу нәтижесінде басқа халықтардың өз жерінен қозғалып Рим империясының территориясына қарай жылжуы. Ғұн мемлекеті біздің заманымыздан бұрынғы 209 жылы Мөденің тұсында 24 ғұн тайпасының бірігуімен мемлекет құрылған болатын. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың ортасында ғұндар мемлекеті екіге бөлінді. Оңтүстік ғұндар және де солтүстік ғұндар болып. Оңтүстік ғұндар Қытайдың хан әулетіне тәуелді болды, ал солтүстік ғұндар Чжи Шаньюдің басқаруымен біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың соңында жаңа елдерді бағындыру үшін батысқа қарай жылжыды. 375 жылы ғұндар Еділден өтіп, Огзготтарды өзіне қосады. 380 жылы Рим провинциясы Паннонияға өтіп, ол жердегі халықтарды өзіне бағындырады. Аттила Еділ ол 400-453 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Аттила тұсында ғұн мемлекеті өте бай қуатты мемлекеттердің бірі болды. 451 жылы ғұндар Каталон даласында римдіктермен бірге соғысқан болатын. Ал енді балалар, сіздерге барлығы түсінікті болса, сіздермен бірге сәйкестендіру кестесін бірге орындайық. Дескриптор: кестені сәйкестендіру арқылы болған оқиғаларды рет-ретімен қоямыз. Ал енді балалар, жарайсыздар, сіздермен бірге жауабын бірге тексерейік. Біздің заманымыздан бұрынғы 209 жылы 24 ғұн тайпасы бірігіп мемлекет құрған болатын. Ал ғұндар екіге бөлінген соң оңтүстік ғұндар Қытайдың хан әулетіне тәуелді болды. Ғұндар екіге бөлінген соң ғұндар жаңа елдерді бағындыру үшін батысқа қарай жылжыды. Ал 375 жылы Еділден өтіп, Огзготтарды өзіне бағындырды. 380 жылы Рим провинциясы Паннонияға өтіп, ол жердегі халықтарды өзіне бағындырды. Ал ғұндар Каталон даласында римдіктермен соғысқан жыл ол 451 жылы болған болатын. Келесі екінші тапсырма мәтінмен жұмыс. Мәтін берілді, берілген мәтін бойынша кестені толтырыңыз. Дескриптор: жоғарғыдағы мәтін бойынша халықтардың ұлы қоныс аударуының жағымды және жағымсыз салдарын анықтайды. Жарайсыздар, ал енді жауабын бірге тексерейік. Жағымды нәтижелері: ежелгі кезең аяқталып, тарихта орта ғасырлар кезеңі басталды. Құл иеленушілік құрылыс жойылды. Феодалдық кезең басталды. Құлдарға жер жалға беріліп, феодалдарға тәуелді шаруаға айналды. Ал жағымсыз нәтижелері ол Еуропа бытыраңқылық жағдайға түсті. Қоғамда католик шіркеуінің ықпалы артып, Рим папасының билігі күшейді. Шіркеу ғылымның дамуына кедергі жасады. Ал енді сабағымызды қорытындылайтын болсақ, ғұндар мемлекетінің тарихи оқиғаларын және солтүстік ғұндардың батысқа жылжуы нәтижесі немен аяқталғанын түсіне алдыңыздар. Ғұндардың батысқа жылжуы Еуропаға қандай жағдайды жағымды және жағымсыз нәтиже әкелгенін анықтадыңыздар. Ал енді үйге тапсырма. Халықтардың ұлы қоныс аударуы тақырыбы бойынша ютубтан осы сілтеме арқылы видеоны көру. Ал енді балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.